2023 жылы Қазақстанда Freedom QG League атты жаңа жасөспірімдер футбол турнирі бастау алды. Бұл еліміздің 10 аймағынан 12 клубты қамтыған лига. Ол дегеніміз 346 футболшы, 86 жаттықтырушы және мыңдаған жанкүйерлер. Лига әлі де кеңейеді. 2025 жылға қарай бізді 3 жас санатындағы дода, сондай-ақ қыздарға арналған жеке лиганың іске қосылуы күтуде. Нәтижесінде еліміздің барлық өңірлер қамтылмақ. 7 ай футбол, 22 тур және 132 қызықты матч. Сіз көрдіңіз бе? Сіз әрине көрдіңіз. Барлық 132 матч лиганың ресми YouTube арнасында тікелей эфирде көрсетілді. 116 матч Казспорт, Q-Arena және Инспорт сынды спорттық телеарналарының хабар тарату торына енді. Freedom QG League. Бұл бірден 3 спорттық арнада көрсетілген Қазақстандағы жалғыз лига. Лиганың ашылу матчы кереметтей маусымның шымылдырығын ашып, жоғары деңгей бекітті. Сәуір айының 22 жұлдызында Астана Арена стадионында Астана мен Ордабасы жасөспірімдер арасындағы ойыны тамашалау үшін 18 мың жанкүйер жиналды. Бірақ бұл сәттілік жолдас болды. Немесе ыңғайлы жағдаят жиынтық емес. Бұл жанкүйерлерді стадионға тарту үшін жасалған маңызды әрі үлкен жұмыс. QG League Атырау, Ақтөбе, Тараз, Қызылорда және Алматы сынды тағы 5 қалада осындай футбол мерекелерін ұйымдастырды. Лига ұйымдастырушылары мұнымен тоқталмады. Қазақстанның түкпір-түкпірінен қатысушылардың қызығушылығын оятқан жеке фэнтези турнир, арнайы үлгіде жасалған спорттық гейм топтамасы, All-Star Game және виртуалды футболдан кибер жарыс. Бұның барлығы Freedom QG League 2023 жыл маусымында. Алғашқы маусым үшін жаман емес көрсеткіш, солай емес пе? Десе де, футбол бұл сандар жиынтық емес. Футбол бұл өлшеуге немесе санауға келмейтін эмоция турасында. Freedom QG League. Біз енді бастаймыз.